Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді синнабон тоқаштарын дайындайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Барлық ингредиенттерді описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге қант және ашытқы салатын боламыз. Үстін тарелкемен жауып 15 минутқа қоямыз. Үлкен ыдысымызға бірінші оның бір бөлігін саламыз. Үстіне шым-шым тұз, қалған қант саламыз, бір жұмыртқаны жарып, үстіне еріген сары майымызды құямыз. Міне біздің апарымыз көтерілді. Енді осы массамызға құямыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Ендігі кезекте оның екінші бөлігін саламыз. Жақсылап тағы да араластырамыз. Енді оның үшінші бөлігін салып, жақсы жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде қолға жабыспайтын қамыр болуы тиіс. Үстіне пленкамен жауып, 1 немесе 1,5 сағатқа көтерілуге қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан соң, оны оқтаудың көмегімен ысып дайындап аламыз. Қамырымызды жұқалап ысып болғаннан соң, үстіне осылай майды жағатын боламыз. Біркелкі етіп жағамыз. Енді мұнда менде қант, корица және какао ұнтағы барлығын біркелкі осы қамырымызға жаятын боламыз. Мен өте қатты корица ұнатпаймын, сондықтан да оны кішкене какаоға алмастырдым. Егер де сіздер ұнататын болсаңыздар, корицамен жасауға болады. Осылай енді бөліктерге бөліп аламыз да, жіптің көмегімен жақсылап қысып, осы қамырымызды кесіп аламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болғаннан соң, пышақпен кесу өте қиынға түседі, сондықтан да жіппен кессеңіз жақсы болады. Енді тоқаштарымызды противеньге алшақтау қоямыз және духовкамызға 180 градусқа 120 минутқа қоямыз. Енді үстіне кремін дайындайтын боламыз. Менде творожный сыр. Творожный сырды қант ұнтағымен жақсылап араластырамыз. Кішкене сүт қосуға болады. Егер творожный сыр болмаса, кәдімгі қаймаққа қант қосып, тоқаштың үстіне салуға болады. Міне біздің тоқаштарымыз жақсы қызарып пісті. Енді үстіне кремімізді жағамыз. Ыстық күйінде жақсаңыз тез еріп, жақсы сіңеді. Міне достар, біздің синнабон тоқаштарымыз дайын болды. Бізге өте қатты ұнады. Шаймен осы суық күндері ішкенге не жетсін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де ұнаса, лайк, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қойып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар, ас болсын.